Кім өмірді қадірлей білмесе, ол оған тұрмайды. Леонардо да Винчи. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Гиде Мопассан. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Джек Лондон. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Сенека Луций Анней. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Жакив Кусто. Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алалық. Қартайғанша қателесу мен өмір өткізуден сақтасын. Йоган Гете. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Стив Джобс. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан, бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Омар Хайям. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Альберт Эйнштейн. Әлі орын теппеген, алайда толғандыратын, жүзеге асуы мүмкін болып елестейтін мұратты жетекшілікке ала отырып, өмір өрістей береді. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Бауыржан Момышұлы. Қызықшыл дырду өмір, күні бұрын жеткен кәрілік. Гете. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны рас, бірақ өмір бірақ рет беріледі деген өзіміз білетін қағида бар. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де бәрібір қымбат. Сондықтан өз басым өткенге өкпе жүрмейді деп ойлаймын. Өткенге тек тәубе жүреді. Әбіш Кекілбаев. Өмір қимыл қозғалыстан талап етеді. Аристотель. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгілікпен жасалмаса кемеңіз. Абул Хасан Рудаки. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Бенджамин Франклин. Дүниеде көбірек тұрғың келсе, өзіңді өзің бапта, кеткің келсе, былапытта. Ғабидин Мұстафин. Сұм өмір абақты ғой саналыға. Мағжан Жұмабаев. Өмір бақи тек бір нәрсе болу керек еді деп ойлаудың қажеті жоқ. Түсіне білу керек. Сенің өмірің басқалардан кем емес, мүмкін артығырақ, және сол үшін рахмет айту керек. Кадзио Исигуро. Өміріңде кездескен кез келген адамды немесе бағалы затты басқа ешкім, еш нәрсе оның орнын баса алмайды деп қарама. Осы көзқараста мықты болсаң, болашақта асылыңнан айырылып қалсаң да сабырлы бола аласың. Джек Ма. Қателіктер өмірдің тыныс белгілері сияқты. Олар болмаса, мәтіндегі сияқты өмірдің еш мағынасы болмайды. Харуки Мураками. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеліп кетіңіз.